Қазақстанның тұңғыш президенті өз халқына ғұмыр бойы қалтықсыз қызмет етіп, шын берілген сенімді ұлы, ол жаһандық ауқымдағы саясаткер, аса көрнекті реформатор ретінде бүкіл адамзатты игілігіне айналған ұлы тұлға. Көшбасшы жолы киноэпопеясының бірінші бөлімі «Балалық шағымның аспаны» фильмінде басты рөлді сомдаған актер, әнші, композитор, парламент мәжілісінің депутаты Әлімжан Нұрлан Баянғалиұлымен кездесуге арналып отыр. Сол айтпақшы, бұл кино деген үлкен жатқан күш, үлкен қару, үлкен идеология. Кинодың барысын біз қай жаққа бағыттаймыз, соған байланысты өскелең жас ұрпақта көріп отырған көрермен де, тыңдарман да өзіне ой түйіп, жақсылыққа бастап алатын үлкен құнды өнер деп білем. Ол сізден тіпті батасындағы. Одан әрі түтін бала түсетін. Біздің жағдай өтсеңіз, тіпті көре аласыз. Аяңдай басып келеміз, қалауын тауып көңілдің, көтере берді қосылып, өмірдің ауыр жеңілін, өзіңмен бірге өрледім, шыңдала түсті сенімім, мейірлі болдың сен маған, өмірлік менің сүйгім, біріміз кетсек сүрініп, сүйеніш болдық біріміз, жарасып жүре берейік, жазылмай мәңгі жұбымыз, өмірлік менің серігім. Бәрекелді, рахмет.